Ассаламағалейкум, құрметті қандастар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін алдыңғы жолдан бергі біраз ойларымызды, ой өрісімізді жинақтап, барлығын бір жинақы етіп бір лекция айтайық деген тұжырымға келдік. Сол себепті сіздерге осы ойымды жеткізбекпін. Біз енді осы барыста қазірге дейін бір-екі группалар құрып жібердік. Көптеген адамдар осы мәселеге көптеген қызығушылықтар танытып отыр. Жалпы мақсатымыз түрік тауарына айналысу және Қытай тауарына дейтін тәуелділіктен құтылу, өз өндірісімізді дамыту. Әрине бұл менің қолымнан келмейді, баршамызға бір мүмкіндік. Қазақ көрсең жебей жүр деген секілді, өзара алдыға шыққандарымыз, алдыда кетіп бара жатқандарымыз, артта жүргендерімізді тарту, оларға бір мүмкіндік және жол көрсету мақсатында еді. Енді біз не үшін Қытай тауарынан бас тартуымыз керек, және не үшін Қытай тауарының тәуелділіктен құтылуымыз керек? Біз саясатқа араластырмаған күннің өзінде де Қытай тауары өте сапасыз және улы заттарға өте толы. Біздің балаларымыздың тұтынып жатқан заттарына дейін, ересек адамдардың киетін киіміне, ішіп жеміне дейін Қытайдың бүкіл заттар қоқсықтан, мұсырдан жасалады және әртүрлі улы заттардан жасалады. Химиялық қалдықтардан, лас, ең төмен дәрежедегі зиянды элементтерден жасалады. Ол адамдарды бедеулікке, жүйке ауруларына, кейбір ашқазан ауруларына, сол секілді неше түрлі лас ауруларға шалдықтырып жатыр. Оны бізде әзіргі интернет әлемінен де, ақпарат желісінен де байқап отырмыз. Ал біз не үшін түрік тауарын алып, түрік тауарына жақындауымыз керек? Біріншіден, түрік тауарының артықшылығын бәрі өздеріңіз білесіздер, сапалы, жақсы. Екіншіден, түрік өзіміздің бауырластарымыз. Бұл жерінде Қытай сияқты тауар тасымалдау қолайлы. Түркияда 80 миллион нарқы бар үлкен өндірістік мемлекет. Бүкіл Балқан түбегін және Еуропаны, араб мемлекеттерін өзінің тауарымен қамдап отыр. Ал енді саяси жағдайына келетін болсақ, бұл күнде арғы беттегі қалың қалған ағайындарымызды Қытай өкіметі өз мейірінше қойдай қоралап, қорасына жиып, ойына келгенін істеп, әлемге өтірік ойын қойып, біздің халқымызды қынадай қырып жатыр. Ал Қазақстанда жүрген біздер әлі күнге дейін ұйқыдамыз, не арыз бермейміз, не жүгірмейміз ар жақтағы қандастарымыз үшін. Сол Қытайдың тауарына қайта Қытайдың ақшаға байытып, соның қалтасына ақша сап беріп жатырмыз. Қайта Қытайды байытып жатырмыз. Бұл енді біз үшін үлкен сын және үлкен ұят. Сол үшін ағайындар, бұл жерде мен жалғыз түрік тауарын ғана насихаттайын деп жатқан жоқпын. Егер біздің осы топты ортада Өзбекстаннан бар болса бауырларымыз, Қырғызстаннан бар болса бауырларымыз, ТМД басқа елдерінен, Россиядан да сондай мүмкіндігі бар тауар өндіретін, арзан тауар өндіретін, яғни әзіргі экономикалық союздың ішінде бажысыз режимдік бір осындай қолайлық жағдайда арамыздағы ТМД мемлекеттерінен тауар өндіретін орындарды жақсы білетін жігіттер болса, олар да орташа өзінің тұрған жеріндегі тауарлар таныстырса болады. Олар да таныстырсын. Біздің бауырларымыз Россияға да бар тауар алып тассын, Өзбекстанға да барсын, Түркменстанға да барсын, Қырғызстанға да барсын, Түркияға да келсін, шетел ашып, анау Еуропаға дейін барып тауар тасымалдасын, Малайзияға дейін барсын. Бар мақсатымыз Қытайдан тасымай қояйықшы ағайындар. Қытайдың көптеген тауарының бізге әкелетін пайдасы да мүмкіндігі жоқ. Біріншіден, сезоннан аспайды, бір киесіз тастайсыз. Ал сапалы затты бірнеше жыл киесіз. Қайта сапалы зат сізге қымбаттау болса да, ұзын уақыттық экономия әкеледі. Сол үшін арзанның жілігі татымас дейді ғой қазақ. Кішкене осы мәселеде кеңірек ойлансақ болады. Ал енді Түркияға
қалай келіп кетеміз, Түркиямен қалай сауда бастаймыз деген мәселеге келгенде, біріншіден әлі күнге дейін өзінің не істейтін, не істегісі келетінін білмей жүрген адам болса, оларға мен жерде ешқандай ақыл айта алмаймын. Сіз мынаны істеңіз немесе мынаны бастаңыз деп. Ол кісілерге айтарым, Ахметбек Нұрсел ағамыз сияқты сол кісілердің жаңағы бизнес сабақтарына барсын. Қалай бизнес ашу және қалай бизнес дамыту, қандай бизнеспен айналысу керектігін сол жерде сабақтарға қатынасып өзіңізге бір жол тауып алыңыз. Мен сізге Түркиядан мынаны алып, мынаны сатыңыз деп мен сізге ешбір нәрсе айта алмаймын. Менің бар сөздерім тек шағын магазині бар, бизнесін бастап жүрген, анжақ-мынжақтан тауар тасып жүрген, өзінің не істеп жүрген білетін адамдарға арналып отыр. Сол адамдарға бір жол көрсету, сол адамдарға келіп кетуіне бір қолайлылық, осында келіп сауда жасауына бір мүмкіндік, бір осы ортаны таныстыру ретінде ғана сөйлеп отырмыз. Өзім жеке басым сіздерге ешкімге ешқандай тауар тасып бермеймін де, сатып бермеймін. Мен тауар сатумен, сіздерге жеке тауар сатумен немесе сіздердің тауарларыңызды алып кеп беріп ортасынан пайда көрейін деп мен ондай нәрсемен айланыспаймын. Мен тек сіздерге Түркияның базары жайлы бір сіздерге мағлұмат бермекшімін. Енді ең бірінші мағлұматымыз Түркияға қалай келіп кету. Біріншіден, Қазақстан азаматтарына түрк мемлекетінде безвиза режимі, яғни бұрын бір ай еді, жақында міне жаңа заң шықты, 3 айға дейін, 90 күнге дейін ешқандай визасыз кіріп кете аласыз. Ешбір жерге тіркелмейсіз. Жаңа Қазақстандағы сияқты келген соң біреудің үйіне тіркелу немесе бір гостиницаға тіркелу дейтін әңгіме жоқ. Келесіз, затыңызды аласыз, кете бересіз. Ешкімге тіркелмейсіз, ешкімге тұрақты прописка бір нәрсе көрсетпейсіз. Демек, визаның керегі жоқ. Паспортымыз қолымызда, тек қана барып билет аламыз. Ал билетті қалай аламыз? Билет Стамбулда 2 аэродром бар. Бірінші үлкен аэродром ол Ататүрік аэропорты, екіншісі Сабиха Көкше аэропорты. Сабиха Көкше аэропортына келетін самолеттер көбінде арзан самолеттер келеді. Кеште ұшқанға қолайлы, арзан самолет. Бірақ Сабиха Көкше самолеті аэропорты ол Стамбулдың шетіне таман орналасқан, Азия жағында орналасқан. Еуропа мына базар өңірлеріне келіп кету кішкене қолайсыз және алыстау. Сол үшін бұл аэропортқа келген адам ертерек дайындық жасау керек. Аэропортқа түскеннен кейін қаланың ортасына апарып тастайтын автобустар бар. Немесе метробус, яғни бұрынғы Үрімжідегі сияқты BRT деп қоямыз ғой. Сол секілді тез қарқынды автобустармен арзан бағада үлкен орталыққа жақын апарып қоятын автобустар бар. Сол үшін сондай автобустарға, метробустарға немесе соған жақын орналасқан метроларға қарай дайындалуыңыз керек. Алдын ала бір нәрсені дайындалуыңыз керек. Егер сіз Стамбулда болып, Сабиха Көкше аэропортына бармақшы болсаңыз, сіз межелі уақытыңыздан 5-6 сағат бұрын қозғалуыңыз керек. Өйткені Сабиха Көкше аэропортына барудың өзіне өте ұзақ уақыт кетеді. Стамбулдың ана басы мен мына басы 150 километр, 20 миллион халық орналасқан үлкен қала. Сол үшін сол жаққа қарап алақтап жүрген кезімізде самолетімізден қалып қоймайық. Сабиха Көкше аэропортында 1 сағат қалғанға дейін уақытыңыз болса, сізді ешқандай жаңағы билет сатқан орын сіздің жұмысыңыз жасамайды. Басқа аэропорттарға ұқсамайды. Сол үшін сіз 2 сағат бұрын сол аэропортта болуыңыз керек. Сол үшін сіз 4-5 сағат бұрын қозғалуыңыз керек. Жолға ұзақ уақыт кетеді. Метробус, метро және басқа да қоғамдық көліктерді пайдалануымыз керек. Ал Сабиха Көкше аэропортынан басқа негізгі аэропорт қаланың ортасында орналасқан, Еуропа жағында орналасқан, яғни бүкіл қаланың әр жеріне қолайлы, яғни біздің туристер немесе саудагерлер келгенде қолайлы аэропорт ол Ататүрік аэропорты. Ататүрік аэропорты кішкене қымбаттау. Бұл аэропортқа тікелей келетін ұшақтар немесе басқа қала арқылы, мысалы Ақтау арқылы, немесе Бишкек, немесе Москва, немесе Украинаның астанасы Киев арқылы келетін самолеттер бар. Осындай самолеттермен ұшып келсе болады. Билетті апта күн бұрын немесе ай бұрын алып қойғандарыңыз жақсы. Және келіп кететін билеттерді алып қойғандарыңыз арзандау болады. Пегасус дейтін ферма жаңағы Сабиха Көкшеден ұшады. Оның билеті біраз арзандау болады. Turkish Airlines пен Air Aстананың билеттері кішкене қымбаттау болады. Ukraine Airlines дейді, яғни Киев арқылы кететін, Ақтау арқылы кететін, немесе Россияның Москва арқылы кететін,
немесе сол секілді Новосибирский сияқты қалаларды басып 1-2 сағат тоқтап немесе бір 4-5 сағат дамылдап қайта ұшатын самолеттер болады. Сол самолеттарға билет алсаңыздар кішкене арзандау болады және келіп кету билетін аласыздар. Бұл енді диққат ететін, ұшақ мәселесінде диққат ететін жағдайымыз. Енді бұл жаққа біз ақшаны қалай көтеріп алып келеміз? Тауар сауда істеу үшін ақша керек қой. Ал сауда істеу үшін ақша керек. Бұл ақшаны сіздер қолма-қол өте көп ақша көтермеңіздер. Қай жерде жүрсеңіздер де қолма-қол өте көп ақша көтермеңіздер. Келген бейтте мына бізде Қазақстанда Сбербанк дейтін банк бар. Сбербанктан алтын карт дейтін карт бітіріп алыңыздар. Сбербанктың алтын карты Түркия Стамбулда Денизбанк дейтін банк бар. Денизбанктың ITM қызмет өтеу текшесінен ақша суыра аласыз және ешбір процентсіз. $1000 болса $1000, $1050 болса $1050 сол күні суыра аласыз. Ең жоғарғы бір күндегі лимит $1900. Яғни $2000 дейінгі ақшаны сіз күнде аласыз. Одан басқа Казкомбанк, Халық банк бәрінің карточкасы жарай береді, бірақ 1,5% өтемақы алады. Ол жағын диққат етіңіздер. 1,5% өтемақы алады. Енді бұл жерге келгеннен кейін, тауар алғаннан кейін тасымал мәселесі бар. Бұл жерде көптеген складтар бар ағайындар. Көп складтар өздері шағын ашып алған басқа негізгі тасымал складтарына тауарды сатып береді. Олардың бағасы кішкене жоғары болады. Сол үшін диққат етіңіздер. Склад аралағанда қараңыздар. Негізі ұшақтың қазіргі ортақал базар бағасы әр килограммы $4,5. Ал кейбір заттарды өзіңізбен көтеріп бірге алып кетсеңіз де болады. Сәбиға Көкшай аэропортында да немесе жаңағы Ататүрік аэропортында да 25 немесе 30 килограммнан сыртқы қалған жүкіңізді өз әр килограммына $5 немесе $4,5 төлеп аэропорттан да келісіп алып кетуге болады. Яғни өзіңізбен бірге үстеме ақысын төлеп алып кетуіңізге болады. Одан басқа жаңағы складтарға беретін болсаңыздар, складтың ең әзіргі базар бағасы $4,5. Бұл Алматыға. Ал складтармен келіссеңіз, сіз Астана немесе басқа қалада болсаңыз, сіз тұрған қалаға складтар Қазақстанның ішкі тасымалы арқылы сізге жеткізіп береді. Бұл мәселе келгеннен кейін ол жерде складтармен аралап жүріп, танысып, біліп, складтың көлеміне, қызмет жағдайына қарап таныстыққандарыңыз дұрыс болады. Ең бастысы, складты сіз Қазақстаннан іздеп табыңыз. Олардың Қазақстандағы уәкілдеріне барып, бетпе-бет сөйлесіп, жұмыс жағдайларын көзден кешіріп, жұмыс істегендеріңіз жақсы. Одан кейін складтың тағы да бір артықшылықтары, көптеген складтар мынандай қызмет жасайды. Сіздің келіп о жаққа байланыс орнатқан магазиндеріңізден сіз интернет арқылы сол магазинге, WhatsApp желісі немесе басқа да желі арқылы сол магазинге заказ берген болсаңыз, сол магазинге жіберетін ақшаны осы склад сізге тасымалдап береді тегін. Өте көбірек ақша болса, кішкене пайдасын алады. Яғни ол пайдасы да сол тасымалға кететін мүмкін бір кәсіптік есебі болуы мүмкін. Өте көп ақша да емес. Бір $10,000-ға бір $10, $10,000-ға бір $50 ма, сондай бір $70 ма, сондай бір ақша алады. Сіздің ақшаңызды сіз тауар алған фермаға немесе магазинге жеткізіп беріп, сіздің тауарыңызды сол жерден санап өткізіп алып, сізге Алматыға кеп береді. Көптеген складтар кейбір осындай қызметтер жасайды. Сол үшін де мен сіздерге айтайын, шағын магазин ашып отырған немесе үлкен автобус ашып отырған жігіттер болса, түгелмен осындай жұмыс жасауға қолайлылық бар. Сол үшін ең бірінші келіп, көріп, магазиндермен тікелей байланыс орнатып қайтқандарыңыз дұрыс. Ал енді өздеріңіз келе алмасаңыздар, тауар алдыртамыз десеңіздер, ол басқа мәселе. Бұл енді осы топтарымызда да басқа да осы түрік нөмірмен отырған кісілер бар, оларды қосып қойдым. Өздеріңіз шығып хабарласып, олар қандай мүмкіндігі бар, сізге қандай тауар алып бере алады, жеке сөйлесіңіздер, жеке хабарласыңыздар. Ол өздеріңіздің ары қарай жеке талқыларыңыз, оған мен араласпаймын. Енді склад мәселесінен кейін жақсы, рас склад мәселесінде біз ұшақ мәселесін айттық, енді КАМАЗ мәселесі.
КАМАЗ мәселесіне менің білетінім шамалы, бірақ менің білетінім $1,5 бастап $3,5 аралығында тауардың сатына, көлеміне, жағдайына, үлкен кішілігіне қарай, ауыр жеңіліне қарай осындай болады. Ең көппен есептегенде ең үлкені $320 болу керек. Одан арзан да бағалар бар. Енді бұны әлде мен іздестіру үстіндемін, қарау үстіндемін. Көбіне тауардың көлеміне қарайды бұл жерде үлкен КАМАЗбен жүргізетін кісілердің барлығы. Енді КАМАЗбен жұмыс істейтін скелеттардың барлығы көбінде 20-25 күнде, бір ай аралығында сізге тауарыңызды жеткізеді. Яғни Түркиядан 25 күнде, бір айдың ішінде сіздің тауарыңыз Алматыға барады. Яғни бұл склад тасымалы. Ал енді біз келген кезде Түркиядан қандай тауарлар қараймыз дегенде, көбінде білесіздер, Түркияда әртүрлі өндірістер бар. Негізі бұл жерде іздеген заттарыңыздың бәрі табылады. Одан кейін Түркияда Қытай тауары да бар. Өтірік нәрсе емес, жасырып жабары жоқ. Қытайдың да заттары бар. Кейбір оптом базарларында Қытайдың да тауарлар оптом беріледі. Сол үшін сіз кіріп, сол оптом магазиндерден сұраған уақытыңызда бұл Қытай малы ма, жоқ түрік малы ма? Яғни түріктің тілінде Қытайда чин деп айтады. Бұл чин малы ма, жоқ түрік малы ма деп сұраңыз. Ол сізге түрік малы деп, немесе чин малы деп ашығын айтады. Бұл жерде олар тауар мәселесінде өтірік айтпайды. Түрік малы десеңіз, түрік арқылы келісесіздер. Түріктер, Қытайлар сияқты, біздер секілді саудаласуға құмар халық. Сіз оған әрқандай нәрсені алған кезде еркін, қорықпай саудаласа бере аласыздар. Олар оған ондай нәрсеге ренжімейді. $10 деп сізге баға қойса, $8 деп сіз баға беріп, соңында бір $9 келісіп алып жатсаңыздар, түріктер бұндай нәрсені базарлық деп айтады. Яғни базарлық жаптық дейді. Яғни базарлық яптық дейді, саудаластық дейді. Сол үшін ол мәселеде еркін саудаласып кете аласыздар. Ал енді бұл жерде Стамбул қаласында көптеген текстиль мәселесіне байланысты оптом базарлар бар. Мысалы, Мертер оптом базарлары бар. Мертер деген бүкіл киім, әртүрлі деңгейдегі киімдер бар. Одан кейін біз алдыңғы күндерде видеода түсірген Лалели базарлары бар. Лалелиде көбінде мысалы той көйлектері, одан басқа костюмдар, әртүрлі балалар киімі, аяқ киімдер, белбеу, тері қолғаптар, тері сомкалар, одан кейін сүнни дерлер, yani тері емес, сүнни дерлер, біраз кішкене теріге жақындау, сапалы тігілген сомкалар, немесе аяқ киімдер, осы секілді тауарлар осы базарларда болады. Yani Лалели базары, Мертер базары, одан кейін Зейтунбүр районында, өз Зейтунбүрді Кіші Азия деп аталады. Себебі ол жерде көптеген бізден кезінде өзіміздің келген қазақ ағайындары бар, ауғандары бар, әртүрлі Азиядан келген халықтар болғаннан Кіші Азия деп аталады. Ол жерде өндіріс дамыған, шағын орта бизнес кәсіпорындары өте көп. Ол жерде тері киімдері тігіледі, мата базарлары бар. Одан басқа спорт киімдері, әртүрлі киім базарлары бар, киім магазиндер бар. Ол Лалелиге қарағанда Зейтунбүрдің кейбір үлкен киім базарларында кейбір киімдер арзан болады. Сол үшін келгеннен кейін асықпай қарап, сізге қайсы базардың киімдері ұнайды, соны өзіңіз көріп, тексеріп алғандарыңыз жөн болады. Зейтунбүрдің киім базарынан басқа бұл Лалелиден жоғары қарай өрлесек, Беязит бар. Беязитта Мысыр базар деген жер бар. Ол жерде мына жаулық, әртүрлі ұсақ түйек, іш киімдері, балалар оқу киімдері, осындай киімдер сатылады. Енді Түркияның көптеген елдер қызығатын нәрсесі киім болғаннан кейін, сол үшін біз осы базарларды айтып жатырмыз. Енді көбінде балалар киімінің тігетін және оптом беретін нағыз отаны Стамбулда Мертерде болғандығынан басқа, енді мынау Бурса деген қала бар. Сол Бурса қаласында көбінде осы балалар киімі тігіледі. Одан кейін мынау пижамалар әртүрлі осындай нәрселер тігіледі. Осындай нәрселер оптом беріледі. Одан басқа аяқ киімдердің оптовый базарларынан басқа дұрыстап іздесеңіздер, келіссеңіздер, бізде алда тағы да тырысамыз. Көптеген аяқ киім, Стамбулда аяқ киім заводтары бар, фабрикалар бар, және орта шағын киім тігетін фабрикалар бар. Олармен тікелей байланысқа түссеңіздер,
яғни өзіңіз тауып әкелген модель, жақсы көрген модельдерді әкеп оларға тіктірсеңіз болады. Немесе өзіңіз одан ары пысық адам болсаңыз, бұл жерде кейбір тігіп беретін фабрикалар бар. Матаны, түймені, тартпаны, сол секілді бүкіл қажетті нәрсені басқа жерден алып, тігіп бер деп бір фермаға берсеңіз де, олар өздері қалыбын шығарып тігіп береді. Олай да сауда істеуге болады. Демек, сауда істейтіннің бұл жақта базардың, жұмыстың жолы өте көп. Сол үшін кішкене жұмыс істейтін адам өзі пысық болу керек, өзі не істейтінін білу керек. Білмейтін адам, енді білмейтін нәрсенің ой-шұңқыры көп, анаға мынаған батып кетеді. Біреуге еліктеудің қажеті жоқ, біреу соны істеп жатса мен де соны істеймін деп жүгірудің қажеті жоқ. Сол үшін бұл әңгімелеріміздің бәрі жұмысын бастап жатқан, немесе жұмыс басталып жатқан, жұмысы істеліп жатқан адамдарға айтып жатырмыз. Ал жұмысты қалай бастаймын, неден бастаймын деген адамдарға тағы да сол сөзіміз, жаңа Ахмет Нұрсила ағамыз сияқты сол кісілердің жаңағы сабақ лекцияларына барып, сол жерден білім алып, кішкене ой-өрісті кеңітіп, одан кейін өзіне бір бағыт бағдар қойып тұрақтандырған жақсы. Жалпы мақсатымыз біздің енді Қытай тауарына дейтін мүмкіндіктен құтылу. Біз осы түрік нарығына қарай, өзіміз осы түрік базарында жүргеннен кейін көптеген бауырларды осылай қарай тарту мақсатында осы нәрсені айтып жатырмыз. Бұдан басқа, текстиль базарларынан басқа біз жоғарыда айтқандай Истош дейтін базар бар. Истош дейтін базарда бүкіл сіздің үйіңіздің ішіндегі, туалетіңіздің ішіндегі, үйіңізге керекті заттардың, ұсақ-түйек нәрселердің барлығы осы Истош базарынан шығады. Истош топ базарына қатысты реклама видеоны мен бүгін жоғарыда жолдағамын. Сіздер ол жерден көрсеңіздер болады. Истош базары өте үлкен базар. Ол жерде бүкіл барлық нәрселер бар. Барлық нәрселер табуға болады. Одан кейін бұл жерде үй жиһаз базарлары бар, яғни Маско деп аталады. Маско базарынан барсаңыздар болады. Одан тыс Байрам Паша дейтін базар бар. Байрам Паша базарында негізі аяқ, мына пайпақтың отаны, пайпақтың тоқып тігіп өндіретін жері осы Байрам Паша. Осы Байрам Пашадан барып пайпақ алсаңыздар болады. Көбінде біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін мынау түріктермен, бірер магазинмен жақсы қарым-қатынаста болсаңыздар, түрік ағайындарда жақсы шығысып жатсаңыздар, сіздерге белгілі мөлшерде тауарды қарызға береді. Әрине сіздер алдап кетпесеңіздер, ондай адамгершіліктен шығып кеткен жамандық істемейтін болсаңыздар, бұл кісілер өзара шығысып, солай жұмыс істейтін жақсы мінездері де бар. Енді адамның бәрі, бес саусақтың бәрі тең емес қой. Сол үшін енді алдымен сауда істегенде ең үлкен алға қойған мақсат бірінші сенімділік. Сол үшін сенімділік дәрежесіне қарайды бұл кісілер. Енді бүкіл өзіңізге пайда келтіру үшін сіз бірінші елге пайда келтіргенде, сол елге келтірген пайданың арқасында өзіңіздің пайдаңызды жаратасыз. Сол үшін Қазақстан базарында, нарығында не нәрселер жақсы өтеді, сатылады, сіз базарды толық тексеріп алғандарыңыз жөн. Енді болашақта келем деушілерге, түріктің базарына, нарығына шығам деушілерге айтарым, сіздерге қандай нәрсе керек, қандай заводтар керек, маған хабарласыңыздар. Мен барынша күйімнің келісінше сіздерге көмектесемін. Ал маған ана нәрсені алып бер, мына нәрсені алып бер дейтіндер болса, ол кісілерге хабарласыңыздар. Мен күйім келісінше сіздерге де бір көмектесетін адамдар тауып беруге тырысамын. Бірақ жалпы барлығыңызға бір өтініш, ең бірінші келіп, өздеріңіз түріктің базарымен тікелей қарым-қатынас орнатып кеткендеріңіз жақсы. Келген жағдайда мен сіздерге көмектесіп, қастарыңызда болып, алдарыңызға шығып, базарларды аралатып, көрсетіп, барып білгенімді, үйренгенімді сіздерге де үйретіп, тікелей барыс келіс жасап кетуге, мен бір жетекші болуға мен дайынмын. Одан тыс түріктің тілі де бір қатты қиын тіл емес. Орыс тілін білсеңіздер, немесе ағылшын тілін білсеңіздер, түрік азаматтардың бәрі орыс, ағылшын тілдерін жақсы біледі, өзі пысық халық, саудаға өте икемді, бірді қалай екі қылуды білетін халық. Сіз ұйғыр тілін білесіз, ұйғыр тілін білсеңіз, өзбек тілін білсеңіз, түрік тілі де сол оғыз тілінің бір бөлегі. Сөздің көп түбірі біздің қазақ тілдің сөз түбіріне ұқсайды, бірақ сөздің қолдану жағдайлары ұқсамайды. Бұл жайлы де айырым бір күні бос уақытымызда сіздерге керекті базардың тілін үйретіп қоямыз.
яғни базардың тілін үйренеміз деген кісілер болса, хабарласаңыздар, сіздерге бағаны қалай сұрау, қалай алу, қалай саудаласу жайында бар білген кішкене жіңішке тілдерімізді сіздерге үйретіп қоюға біз дайынбыз. Енді осы группада отырған баршаларыңызға айтар ақылым, осы лекция егер сіздерге бір пайда берсе, ары қарай тарата беріңіздер, пайда беретін кісілерге тарата беріңіздер. Және қандай сұрақтарыңыз болса, біз ұмытылып кеткен лекция барысында айтылмай қалған сөздер болса, артынан толықтап реттеп айтып беруге біз дайынбыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған жеке жазыңыздар, қойыңыздар, мен жауап беруден шаршамаймын, ерінбеймін. Сөздің соңында күндеріңізге көңілділік тілеймін, істеріңізге сәттілік, барлықтарыңыздың бизнестеріңіз, саудаларыңыз жүрсін. Ал енді бұл жақтан орта шағын бизнес және қандай өндіріс мәселесіне байланысты техникалар керек дейтін мәселелерге байланысты сұрақтарыңыз болса, онда жазыңыздар. Біз алдыңғы аптамызда осы үлкен өндіріс қаласы болған Антеп қаласына барамын. Сол Антеп қаласында болған 4-5 күндік сапарымды барша көрген білгенімді барлығын видеоға тартып сіздерге жіберемін. Антеп қаласынан қайтып келгеннен кейін осында біраз осы кәсіпорындармен таныс, немесе кәсіпорынмен айналысатын ағайындардың барлығымен кезігіп, қандай өндірістер бар, олардың бәрін ретке түсіріп сіздерге тағы да бір-екі рет айтып осыны жеткіземін. Кімге не керек, сол үшін алдын ала маған хабарласып барлығын айтса, сосын кішкене сабыр ете тұрса, маған біраз уақыт берсе, алда үлкен жұмыстар жасаймыз деп иншалла ойлаймын. Оның үстіне қазір жылдың ақыры болып келе жатыр. Қыстық өндірістің бәрі тоқтады. Ендігі бүкіл өндірістің бәрі жазға қарай дайындалып жатыр. Көктемнің, жаздың өндірісіне кірісіп жатыр үлкен заводтардың бәрі, фабрикалардың барлығы. Одан кейін мынау жаңа жылдан кейін 1 қаңтарда бұл жердің складтары, бүкіл Түркияның складтары 1 ай демалады. 1 ай тауар тасымалы тоқтайды. Осы мәселені диққат етіңіздер. Сол үшін қаңтардан бұрын немесе қаңтардан кейін тауар тасымалдау болады. Сол үшін алдын ала дайындалыңыздар. Сауда істейтін адам өзі кішкене елпек, пысық болғаны жақсы. Сөз соңында тағы да айтарым, сіздерді зеріктірсем де, ең бірінші келіп кетіңіздер. Көздеріңізбен көріп, тікелей байланыс орнатып, ал кейін келе алмаймыз десеңіздер, немесе склад арқылы, немесе осы жерде жүрген оқушы студент балалар көп, және де осы жерде жұмыс жасап жатқан көшіп келген кісілер бар, жерлік кісілер бар, солардың барлығымен келісіп, 5-10% пайдасын беріп, өзара жұмыс жасап, ары қарай сербесіп кете аласыздар енді. Ондай да мүмкіндік бар. Жақсы қандастар, жақсы сөйлей алмасақ, айтып жеткізе алмасақ, ренжімейсіздер. Көптің көзі сыншы. Қандай сын ақылдарыңыз болса айта тұрыңыздар, тоқтайтын жері болса, иншалла тағы да алда толықтай жатамыз. Қош сау болыңыздар.